Павлодар облысы, Железин ауданы. Осы келе жатқан жері қазіргі Железин ауданына кіре беріс. Жалпы трасса ғой. Трассадан кетіп бара жатырмыз қазір кіре берісіне қарай. Железин ауданы негізінен ауданы кішкентай, оңтүстікпен салыстырғанда 5000-дай халқы бар ауданның өзінде. Бірақ ауданға сай барлық инфраструктурасының барлығы бар, больницасы, магазиндердің барлығы орналасқан, білім бөлімі барлығы осы жерде. Ауданға сай ғой жалпы. Бұл Омскке бара жатқан жолда, Павлодардан 170 км жерде орналасқан. Бұл жерде де оңтүстіктен келген тұрғындар көп. Аудан орталығы болғаннан кейін ауданда тұрақтап қалған оңтүстіктен келген отбасылар бар. Ауданда бір өздерімен отырыс жасап, солай жастары отырыс жасап, солай қызықты күндерін өткізіп жатады. Жалпы жыл. Аудан орталығында бұл жерде де шаруашылықтар бар, үлкен шаруашылықтар бар. Негізі жұмыспен қамтуға келіп сұрасаңыздар, барлық жағдайдың барлығын айтады. Біз орталығынан өтіп қазір ауылдың ішіне кіріп жатырмыз. Аудан орталығы болғанымен үлкен ауыл. Ауылдың статусы берілген. Мұғалім болатын болсаңыз, ауылдың статусымен 25% үстемақыңызды аласыз. Қаладағыдай емес. Қазір біз екінші мектепке келіп жатырмыз. Әріптесіміз сол жерге тастап кетеді мен, сондықтан осы жерге келіп жатырмыз. Жұмыс болып жатса, осы аудан орталығында тұрақтап қалғанда жақсы негізі. Медицина жағынан бала шағаға да ыңғайлы, халқы көп, қалаға бару да ыңғайлы. Одан кейін енді жалпы оңтүстіктегідей ештеңеден қысылмай өмір сүруге ыңғайлы жағдайын жасалады дегенде. Бірақ неғұрлым шеткері жаққа бара берсең, соғұрлым енді конкуренцияға мұғалімдерге сағат санында кішкене көптеу болады деген сияқты. Ал аудан орталығында сағат саны аздау болады. Мен өзім мұғалім болғандықтан сол жағынан айтып жатырмын. Ал шаруашылық басқа қосымша жұмыстар болатын болса, онда осы жерде де тұрақтап қалсаңыздар болады. Бұнда үйлер аудан орталығы болғандықтан кішкене қымбаттау. Жақсы үйлер 4 миллионның шамасынан басталатын еді. Қазір енді оны мемлекет 7 миллион беремін деп жатқаннан кейін көтеріп жүрмесе, бағалары сондай еді. 4 миллионнан басталады, 5 миллион, 6 миллион деп сондай. Үйдің ішінде су барлығы жаңағыдай орналасқан сондай үйлер. Және оңтүстіктен келгендерге арналған арнайы соғылған үйлер де бар. Үлкен үйлер, сексион үйлер, жеке үйлер және 2 этажды үйлер бар. Сондай үйлерде де тұруға болады. Ауданның көрінісі жалпы осындай. Мешіттері барлығы орналасқан. Діни адам болса, келіп намазын оқығанға
жұма намазға келгенге деген сияқты. Ауданның көрінісі осындай. Қазір көктем айы болғандықтан, жаңа талдар көктемей тұрғандықтан кішкене сәл көрінісі нашарлау болып көрініп тұрған сияқты менің көзіммен. Бірақ ертең жапырақ жайғаннан кейін талдар өте әдемі көрініс болады. Ауданда жалпы 3 мектеп бар. 2 мектеп орыс мектебі, 1 мектеп қазақ мектебі. Қазақ мектебінде бір 300-дей оқушы бар. Орыс мектептерінде 200-ден астам оқушылар бар. Одан кейін общежитиялар да тұруға болады. Негізі бір 5-6 ай тұрып көріп барып, мемлекеттен көмегіңді алып, жақсылап орналасып жатсың. Сөйтсең жақсы болатын сияқты. Кей отбасылар келіп қайтып кетіп қалып жатқандар болды. Жұмыс ұнамайды, ауа райы ұнамайды деген сияқты. Одан кейін психологиялық тұрғыдан да бұнда халық аз екен, мен андайға халық көп үйреніп болғам деген сияқты. Міне осы 1-ші мектепке келдік. Қазір осы 1-ші мектепте семинар болатын еді бізге мұғалімдерге. Сол жерге келіп отырмыз. Жалпы психологиялық тұрғыдан дайын болып келу керек. Сол кезде барлығы жақсы болатын сияқты.